Қайырлы күн достар. Бүгін біз үй жағдайында фри дайындаймыз. Картопты соломка етіп кесіп, салқын суға қайта жуып аламыз. Сосын противенге жаямыз. Духовканы 180 градусқа қосып қойдық, қызып пешті. Мына картошкаларымызды 7-8 минут кептіріп аламыз пеште. Пісірмейміз, тек кептіріп аламыз. Міне картофеліміз кепті. Енді осылай тайпақ ыдысқа саламыз. Енді мына картофелімізге крахмал саламыз. Крахмалды осылай аунатып аламыз да, крахмалын қағып қалдырамыз ыдысқа. Майды қыздырып жатырмын. Фримізді пісіріп алуы. Міне майымыз қызды. Енді мына картошкаларымызды крахмалын түсіріп, осылай крахмалынан қағып саламыз. Бисмилла. Газды максимально қатты ашып қоямыз. Мына картошканы крахмалын қағып пакетке салып, морозилке қатырып қоюға болады. Сосын керек кезде пісіріп аласыздар. Bence ısı değil mi? Öyle düz salıngan değil öyle.
Дұрыс себеміз. Ханифа, ас болсын. Жей ғой. Басына аяғында. Жоқ. Бисмилла де. Бисмилла. Ысыма. Су басын жейсің. Ане. Ұрлап қойдың ба? Аға сен. Деп қой. Ай. Сусын.